Сәлем достар, мен YouTube арнама қош келіпсіздер. Жалпы 2020 жылы өзі кіріп келген алғаш күннен бастап адамзат тарихындағы ең ауыр жыл болатындығын анық көрсетті және солай жалғасып жатыр қазір. Алайда тіпті 2020 жыл осындай сценариймен өтіп жатқан жылдың өзінде де ағылшын премьер лигасындағы екі бірдей топ клубтың бір күнде өз қақпасына 5 гол немесе одан артық гол өткізіп алуды елестетудің өзі мүмкін емес нәрсе еді деп ойлаймын. Және өкінішке орай өткен аптадағы ағылшын премьер лигасының 4-ші турындағы ойында бар жоғы араға 2 сағат салып Ливерпуль және Манчестер Юнайтед футбол клубтары өздерінің қарсыластары Астон Вилла және Тоттенхэмнен 1-6 және де 7-2 есептерімен жеңіліп, сол бір айды аспаннан бір-ақ шығарып, 2020 жылдың жалпы қандай болатындығын, қандай өтіп жатқанының тағы бір сондай анық кейпін көрсетті деп айтсақ артық болмайтын шығар. Жалпы өздеріңіз байқағандай, бүгін осы қос матч жайында әңгімелесетін боламыз. Манчестер Юнайтед неге жеңілді, Ливерпульдің жалпы жеңілісіне кім кінәлі, жалпы сол туралы әңгімелесетін боламыз. Өткен видеоларымның бірінде айта кеткендей, негізінде Ливерпульдің биылғы қорғанысы өте әлсіз. Өткен сол Лидспен болған ойында да айта кеткен болатынмын Вирджил ван Дейк жайында. Және өткен осы Астон Вилламен ойында да Вирджил ван Дейктің қателігі өте көп болды. Жалпы қорғаныс легі Ливерпульдің толыққанды істен шықты деп айтсақ болатын шығар сол күні. Тіпті қақпашы Адрианның өзі де не істеп не қойып жатқандығын білмеді. Ал Манчестер Юнайтедке келетін болсақ, Манчестер Юнайтедтің жалпы бұлай жеңілуі негізінен заңдылық деп айтсақ болатын шығар. Себебі ерте ме кеш пе осылай бір жеңіліс болу керек еді. Өйткені осы сэр Алекс Фергюсон кеткеннен кейін 8 жылдың ішінде Манчестер Юнайтед осы уақытқа дейін өзінде жаңағы сол бір өзіне лайық деңгейдегі ойынды көрсетпей келе жатыр. Және осындай топ клубтармен ойында ылғи да жаңағы бір ішкі факторлар дейді ғой, жаңағы жолы болып кетіп жатты да, қай ойында алып қарасақ та жеңген немесе жеңілмеген жалпы матчтарында. Сондықтан түптің түбі осындай бір нәтиженің болуы анық еді. Алайда өткен матчтағы Манчестер Юнайтед өте әлсіз, осы 8 жылдың ішіндегі мен көрген өте әлсіз команда болды десем артық айтқан емес шығар. Өте сондай бір қиын ойын болды. Алайда Манчестер Юнайтедтің жарасын жеңілдететін бір нәрсе ол сөзсіз Тоттенхэмнің өткен маусымдардағы нәтижелері және жалпы Тоттенхэмнің топ клуб екендігі бұл тұста айта кеткен жөн. Тоттенхэм негізінде ештеңе жеңбесе де осы соңғы 12 жылдың ішінде негізінен соңғы 4-5 жылда ағылшын премьер лигасының сондай бір белді топ клубы саналады. Сондықтан Тоттенхэмнен 1-6 есебінде жеңілу бұл аса кеткен катастрофа деп айтуға келмейді. Себебі өздеріңіз білетіндей Манчестер Юнайтедтің соңғы 8 жылдағы нәтижесімен Тоттенхэмдікін салыстыруға мүлдем келмейді. Манчестер Юнайтед көбірек жүлдеге ие болды осы 8 жылдың ішінде. Алайда Тоттенхэм шындап келгенде Тоттенхэм бәрі мықтырақ екендігін бірінші рет емес дәлелдеп отырғаны. Сондықтан Тоттенхэм бұл жерде мықтырақ. Және осы ойын жайында айта кететін бір нәрсе, осыдан 2 жыл бұрын Тоттенхэм Манчестер Юнайтедті дәл осылай өз алаңында 0-5 есебімен жеңген кезде Жозе Мауриньо өзі, сол уақыттағы Манчестер Юнайтедтің бас бапкері Жозе Мауриньо айта кеткен болатын ағылшын премьер лигасын 3 рет жеңген жайында және оны сыйлау керектігі жайында. Және осы өткен ойында Жозе Мауриньо бұқаралық ақпарат құралдарына да, Оле Гуннар Сульшерге де, Эдвард Вудвардқа да және ең бастысы Поль Погбаға да өзінің не үшін әлі күнге топ бапкер екендігін, не үшін әлі күнге үлкен сұранысқа ие бапкер екендігін дәлелдеді деп айтсақ артық болмайтын шығар. Дәл Поль Погбаның 2 қателігі сол кезде нәтижелі болды, жалпы 2 бірдей қателігі. Және бұл матчта толыққанды Жозе Мауриньоның кегі болды деп айтсақ болатын шығар, сол Манчестер Юнайтедтен алған. Алайда өте өкінішті жағдайдың бірі Манчестер Юнайтедтің жанкүйерлері үшін, жалпы футбол жанкүйерлері үшін болу керек. Ол әрине Эрик Ламеланың сол бір іс-әрекеті. Сөзсіз Антони Марсиальдың жасағаны дұрыс емес, Антони Марсиальдың жауап беруі дұрыс емес. Алайда Эрик Ламеланың сол бір кішкене провокациядан кейінгі симуляциясы ол әрине футболды дәл осы замандағы футболдың ең үлкен дерттерінің бірі деп айтсақ болатын шығар. Себебі олай жасамау керек негізі. Және Харри Магуайрды атап өткен жөн. Бұл ойында Харри Магуайр физикалық тұрғыдан да, моральдық тұрғыдан да өз командасын жерге қаратып қойған ойыншы болды. Ал Астон Вилла мен Ливерпуль матчына келетін болсақ, бұл жерде сөзсіз сенсация, сөзсіз жыл жаңалығы деп айтсақ болады. Себебі
Ливерпуль ағылшын премьер лигасының өткен маусымдағы чемпиондары, өздеріңіз білетіндей. Ұзақ уақыт сол біраз 30-шы турға дейін қателеспесем жеңілмей келген, сондай фантастикалық нәтиже көрсеткен команда. Бір ойында 7 гол өткізіп қоюы, ол әрине катастрофа. Бұл жерде әрине Юрген Клопқа ойлану керек. Алайда Ливерпульде де ақтап алатын бір нәрсе, Ливерпуль кез келген қалаған уақытында, тіпті осы екінші айналымда, дәл осы Астон Вилламен ойында қаласа 5 голдан артық гол соғуға қуаты жететін команда Манчестер Юнайтедтен қарағанда. Манчестер Юнайтед өкінішке орай дәл қазір Тоттенхемге келесі айналымда немесе алдағы 1-2 жылда 6 гол соғып кетеді деген түсімізге де кірмейтін нәрсе, жалпы Манчестер Юнайтед жанкүйерлері ретінде. Алайда Ливерпуль тағы бір рет 10 рет өткізсе 8-інде 5 гол соғып бере алатын команда. Сондықтан бұл жерде Ливерпульдің жалпы күші жайында жаңағы әлсіреп қалды деп айтудың қажеті жоқ. Бұл жай ғана сол бір кез келген командада болатын сәтсіздік. Алайда осы сәтсіздік өте сондай бір ауыр болды деп айтсам болатын шығар Ливерпульге. Вирджил ван Дейк қателесіп жатты. Адриан жалпы түсініксіз нәрсе істеп жатты алаңда. Мұхаммед Салахтар жалпы 2 гол соққанмен Мұхаммед Салах та көрінбеді. Жалпы бұл ойынның негізі ақтап алатын жалпы тағы бір факторы Ливерпульдің, ол әрине Садио Маненің ойнамауы, Тиаго Алькантараның ойнамауы, жалпы осындай факторлар бар. Алайда сол қорғаныс легі биыл Ливерпульдің өте көп айтылып жатыр бұқаралық ақпарат құралдарында. Негізі былай жылы жауып қоя қоятын жалпы проблема емес Ливерпуль үшін. Ал енді сол жеңген командаларға келетін болсақ, өзіңіз білетіндей, ағылшын лига кубогында Тоттенхем осы аптаның ортасында Челсиге қарсы ойын өткізген болатын. Өте керемет ойын болды, тартысқа толы ойында. Сол ойынның әрине басты оқиғасы Эрик Дайер мен Жозе Мауриньоның арасындағы сол бір әжетханаға қарай жүгірген кішкене қызық оқиғасы болды. Алайда негізінде матч олсыз да өте қызық болды және Тоттенхем жеңді. Жалпы Тоттенхемнің осы жердегі еңбегін айтып өткен жөн, бір аптаның ішінде 3 бірдей матч өткізіп, екеуін ағылшын премьер лигасының топ клубтарына қарсы ойнап, жалпы үшеуінде де жеңіп шықты. Ал Ливерпуль өздеріңіз білетіндей Арсеналға қарсы ойында да Ливерпульдің сол бір шабуыл шебіндегі ойыншылардың биыл әлсіз екендігі көрінді. Ал кешегі ойында, Астон Вилламен болған ойында, жалпы Ливерпульдің қорғаныс легінің де жалпы сол бір идеалға жақын еместігі тағы бір рет көрініп қалды десек болатын шығар. Сондықтан бұл жердегі қос жеңіліс те жалпы негізі өзінен сабақ алатындай жеңіліс болды деп айтсам болатын шығар қос бірдей клубқа. Және тарихқа үңілетін болсақ, өздеріңіз білетіндей Манчестер Юнайтед футбол клубы соңғы рет 6 голды Олд Траффордта осыдан 9 жыл бұрын Манчестер Ситиге қарсы ойында өткізген болатын. Ал Ливерпуль соңғы рет 7 голды жалпы бірінші рет өткізіп тұр деген ақпарат бар, 7 голды. Алайда осы Ливерпуль Астон Виллаға сондай қомақты үлкен есеппен жеңілген маусымдарда Эвертон чемпион болған деген ақпарат бар. Жалпы 20 ғасырда, осы өткен ғасырдың орта бөліктерінде, сол 60-шы жылдарда жалпы 6-да 3 немесе 5-те 1 есептермен жеңіп жүрген Астон Вилла. Сол маусымдарда Эвертон сөзсіз чемпион болып жатқан. Сондықтан Эвертон жанкүйерлері дәл қазір Эвертон бірінші орында тұрғанына меніңше қатты қуанады деп ойлаймын. Келесі тур өздеріңіз білетіндей ағылшын премьер лигасының орталық матчы, жалпы жақсы дербилерінің бірі ол Мерсисайдтық дерби, осы Ливерпуль мен Эвертон арасында. Жалпы сол ойында не де болса белгілі болады. Алайда биыл, атап өткен жөн, осы тақырыптан тыс Эвертон өте мықты және Эвертон чемпион болса, жалпы қуанбасам да өкінбейтіндей нәрсе болайын деп тұрған сияқты көптеген футбол жанкүйерлеріне. Сондықтан Эвертонның биыл сол бір сәйкестік жағынан да, тарих жағынан да, ойын жағынан да, тактика жағынан да биыл Папа Карлоның командасында мүмкіндік бар жалпы. Міне достар, бүгінгі видео осындай кішкене ғана өткен ойындар туралы өзімнің ойым. Видео ұнап жатса арнаға тіркеліп, лайк басып, өздеріңіздің достарыңызбен бөлісулеріңізді сұраймын. Сіздермен бірге болған мен Батиньо KZ арнасы.